Амансыздар ма, қымбатты көрермендер. Тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер сағат 2 ұлттық арна қосулы. Демек, бүгін біз денсаулыққа қатысты тағы бір тақырыпты талқылаймыз деген сөз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз эпилепсия деген қандай ауру, оның емі бар ма? Эпилепсиямен ауыратын науқастарға қалай көмектесе аламыз? Егер де әрине ұстама, талма болған жағдайда не істеуге болады, болмайды деген сұрақтардың барлығына толық жауап беретін боламыз. Алдымен аңдатпа. Эпилепсия қандай ауру? Ол тұқым қуалайды ма, жұғады ма? Талма кезінде науқасқа алғашқы көмекті қалай көрсете аламыз? Эпилепсия туралы толық ақпаратты бүгінгі хабардан біле аласыздар. Құрметті көрермендер, дәл осы эпилепсия ауру туралы анық-қанығын біліп, түсініп алу үшін біз студияға эпилептолог, невропатолог дәрігер Гаухар Сұлтанқызы, терапевт маман Жазира Жұрқанқызы және педиатр Нұржамал Талғат қыздарын шақырдық. Қош келдіңіздер. Расымен де эпилепсия біздің айналамызда, туысымызда, отбасында болмағаннан кейін бізге қатысы жоқ болып көрінуі мүмкін. Бірақ жыл өткен сайын бұл ауру түрімен ауыратын адамдардың да саны көбейіп келе жатыр. Жалпы эпилепсия деген қандай ауру, алғашқы белгілері қандай болады, көрермендерге түсіндіріп айтса? Эпилепсия деген ауру негізі бұл мидың сері веществосының созылмалы түрдегі ауруы. Бұл біз айтамыз бұны созылмалы ауру деп, то есть хронический ауру. Эпилепсияның түрлері көп, бұның туа біткен түрі болуы мүмкін, жүре пайда болу түрлері болуы мүмкін, және жасы келе үлкен жастада кездесуі мүмкін. Тағы бір айта кететін жағдай, эпилепсияның түрлері бөлінеді ме? Түрлері міндетті түрде бөлінеді. Негізгі үлкен бөлінетін түрлері жаңағы біз структурный деп айтамыз. Структурный мидағы бір өзгерістердің болуына байланысты шақырылатын құрсулар. Ол көп жағдайда мидың ісіктерінде болуы мүмкін, болмаса мидың туа біткен сосудтардың ақауларында болуы мүмкін, қан тамырларының ақауларында сосудистая мальформация деп айтамыз оны. Және дисгенезия мозга деп айтамыз. Баланың нәрестенің іште жатқан кезінде, ананың құрсағында жатқан кезінде, даму сатысында мидың қыртыстарының дұрыс дамымауынан болады. То есть біз оны дисгенезия головного мозга деп айтамыз. Оны жүктілік кезінде анықтауға болады ма? Оны жүктілік кезінде анықтау мүмкін емес. Оның бұл негізгі фокальды кортикальды дисплазия деп айтамыз, болмаса гетеротопия деп айтамыз, серое вещество. Оны туғаннан кейінгі, кейбір нәрестелерде туғаннан кейінгі бірінші жылында болуы мүмкін. Жүре келе, өсе келе 5-6 болмаса 9-10 жасында басталуы мүмкін ондай тырысулардың. Болмаса кейбір мидың бұндай ақаулары, дисгенезия, фокальды кортикальды дисплазия болмаса гетеротопиялар, олардың барлығы бірдей эпилептогенный құрсулар шақырмайды. Амна құрсулар шақыратын түрлерінде біз енді оны жаңағы айтып кеттім ғой, структуралық, то есть симптоматический эпилепсия деп айтамыз. Яғни бұл бір негізгі мидың негізгі бір ақауында, негізгі бір өзгерісінде, органикалық өзгерісі болған жағдайда шақырылатын құрсулардың түрі, то есть сол кезде болатын эпилепсияның түрі деп айтамыз. Ал тағы да бір үлкен бір түрі, бұл идиопатический түрі деп айтамыз. Бұл тұқым қуалайтын түрі. Кәдімгі беріледі ата-анадан берілетін. Енді ол жаңағы бірінші структуралық түріне қарағанда бұл жеңілдеу өтеді бұл түрі. Өйткені бұл да возраст зависимый деп айтамыз. Жас күнде пайда болуы мүмкін. Болмаса өсе келе 20 жасында да болуы мүмкін. Оның да өзінің түрлері болады. Жаңағы самайлы түр деп айтамыз, лобная форма. Но вообще айта кететін болсақ, эпилепсияның 70-80% бұл височная эпилепсия. То есть височная эпилепсия дегеніміз жаңағы самай түсі ма? Самай түсі. Самай түсі, яғни мен жерден көрсететін болсам, или анадан көрсетсем де болады. Тақтадан көрсетсеңіз болады. Мынау. Мына жердегі, именно осы самай түсінде болады. Бұл
Бұның да бұл самай височный түрінің де бірнеше түрі болады бұның да. Ол да өзінше жіктеледі? Ол да өзінше бөлінеді. Оның да біз медиальная форма деп айтамыз, медиабазальная и латеральная форма деп айтамыз. Оның да әр жаңағы тип судырықтың осы зақымдалуына байланысты өзі судырық шақырады. Құрысудың түрлерін шақырады. Эпилепсия деген ауру қашан анықталды, қалай пайда болды, оны емдеуді қашаннан бастадық деген тақырыпқа қысқаша тоқталуды жөн санадық. Жалпы эпилепсия туралы толық ақпаратты бейнесюжеттен көрейік. Егер де сіздің осы эпилепсия ауруына қатысты сұрағыңыз болса, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Студияда эпилептолог, невропатолог, терапевт және педиатр дәрігерлері бар. Қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желісіне де қазір тікелей эфирде сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Эпилепсия мидың созылмалы дерті. Ми қызметі бұзылғандықтан құрысу ұстамалары қайталана берумен сипатталады. Грек тілінен аударғанда тырысу ұстама мағынасын беретін бұл ауруды ең алғаш анықтағандардың бірі Гиппократ. Ол ұстамалардың болуына ауа температурасы, күн сәулесі секілді сыртқы факторлар әсер етеді деп санап, эпилепсияны қасиетті ауру деп атаған. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, Наполеон Ван Гог сынды танымал адамдар да эпилепсиямен ауырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми мәліметтеріне сүйенсек, әлемде эпилепсиямен зардап шегушілердің саны 50 миллионға жуық. Ал Қазақстанда өткен жылы 26 мың бала диспансерлік есепте тұрған анықталған. Мамандар дене тырысуы сирек болып, науқастың қалыпты өміріне аса кедергі келтірмесе де эпилепсияны емдеу керек екенін айтады. Өйткені бұл ауру басқа асқынуларымен адам өміріне аса қауіпті. Эпилепсия расымен де бей-жай үстіртін қарайтын ауру емес. Сондықтан да бұл науқаспен ауыратын адамдарға күтім керек, үнемі ем керек, өйткені сіз бұл созылмалы ауру дедіңіз. Жаңа жүктілік кезінде ананың ішінде жатқан баланың эпилепсиямен туа ма, тумай ма, оны анықтау мүмкін емес дедіңіз. Бірақ жүктілікке дайындалудың маңызы қандай баланың эпилепсия болып тумау үшін? Біріншіден эпилепсияның түрі көп деп айттым ғой жаңа. Сондықтан әрбір ана, әрбір семья жас отау планирование деп айтамыз ғой. Жоспарлаған кезінде, баланы дүниеге әкелу жоспарлаған кезде міндетті түрде ата-ана екі жақтан да өздерінің денсаулығын тексеру керек. Бойларында жаңағы инфекциялар болмау керек. Бұл да өте маңызды фактор. Өте маңызды. Не себептен жаңағы біз айтып кеттім ғой, не себептен жаңағы мидың қалыптасу кезінде қыртыстарының өз орында қалмай, орындары ауысып, миграция деп айтамыз да, орындары ауысып даму қай себептерде болады. Ол уақытта, ол әрбір мидың сату дамысында ананың бойындағы болып отқан құбылыстарға байланысты болады. Яғни ол өздігінен қалып қалмайды ғой, өздігінен өзгеріс болмайды. Ананың бойында бір құбылыстар болады, болмаса жаңағы инфекция болуы мүмкін, или жаңағы созылмалы аурулары болуы мүмкін. Соның кесірлерінен мидың қалыптасуында кішкене өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде керек. Кішкентай баланың дүниеге келген, шырылдап, мысалы бір жасқа толмаған сөйлей алмайтын баланың бойында эпилепсияның белгілері алғашқы айынан, алғашқы күннен бастап байқалуға болады ма? Ата-аналар неге мән беру керек, әсіресе жас аналар? Әрине байқауға болады. Ең басты, біз айтамыз, ең басты патронаж деген бар. Бірінші нәресте роддомнан шыққан соң, дәрігер бірінші 3 күн және келесі 14 күн ішінде балаға барады. Балаға барған соң дәрігер ең бірінші ата-анаға совет береді. Бұл қалай күту керек, балаға қай жағдайда міндетті түрде дәрігердің қарауы керек екенін бәрін айтып береміз. Ең бірінші балалар 2 айға дейін балаларда опасный признак дейміз, қауіпті признактар бар. Сол признактардың ішінде бұл судороги. Дірілдеу. Егер балада дірілдеу болса, немесе дем алмай қалса, сол кезде бұл қауіпті жағдай дейміз. Сол кезде ата-аналар міндетті түрде жәрдем шақыру керек. Жедел жәрдемді шақыру керек. Келесі бір айында ата-аналар міндетті түрде педиатр дәрігерге келеді. Кейін педиатр дәрігері профосмотрға жібереді баланы. Профосмотр невропатолог дәрігерінен және невропатолог УЗИ головного мозга дейміз, соған жібереді, хирург дәрігерін және ортопед дәрігерін өтеді.
Невропатологтың алдына жаңағы медициналық тексерістен келген кезде ата-аналарға сұрақ қояды. Барлығы жақсы дейміз, және дәрігердің алдына барғанда көп жағдайда өзіміз де не сұрап, не айтарымызды білмей сасып қаламыз. Егер де осындай діріл, тырысу белгілері байқалған болса, міндетті түрде ұмытпай дәрігерге айтуымыз керек. Егер бала қарамаса дұрыстап, және дыбыстарға реакция бермесе, осы жағдайда ата-аналар міндетті түрде невропатолог дәрігеріне айту керек. Келесі бір айында балалар кішкене күліп, дыбыс шығарады. Егер де бала күлмей, дыбыс шығармаса, міндетті түрде невропатолог дәрігеріне айту керек. Кейін педиатр дәрігері ата-анаға моторный развитие туралы ата-анаға айтып береді. Ол не? Бір айында бала не істеу керек? Бір айында бала кішкене басын көтеріп, ата-анасын танып күлімдейді. Және дыбыстар шығарады. Бұл агу, а деген дыбыстарын. Кейін 3 айында да бұл дыбыстар көбейеді. Агу, аба, апа деген дыбыстар пайда болады. Бала кішкене қимылдап, қол аяғымен жақсы қимылдайды, аунайды. Осы белгілерін біз ата-анаға әр ай сайын келген кезде айтып отырамыз. Ең бастысы ата-аналар әр ай сайын келіп отыру керек приемға. Сосын біз міндетті түрде қалай салмағын қосамыз. Салмақ қосуды маңызы зор, сондықтан бала салмағын дұрыс қосу керек. И жаңағы моторный және психикалық дамуы жасына сәйкес келу керек. Мына тақтада Гаухар Сұлтанқызы, мидың суреті тұр. Енді эпилепсия кезінде қай бөлігі жұмыс істемей қалады? Ол бөлінеді ме? Сіз жаңа самай түсі деп қалдыңыз, жоқ әлде мидың әр жерінде болатын дүниелер ме? Біздің көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік. Енді айта кететін болсақ, жаңа мен айттым ғой, эпилепсияның, құрысудың түрлері өте көп депті. Осы жерде айта кететін болсам, эпилепсия науқастары бар ата-анаға болмаса сол отбасыларын айтатын едім. Судорога болып атқан кезде аспай-саспай соны видеоға, телефонға болмаса қол астында не бар, соған түсіру керек. Өйткені бізге келген жағдайда көбінде олар судорогтың тип судорог қалай болды, айтып беріңіз десеңіз, көбінде айта алмайды. Құлады, есінен танды, болды, басқа ештеңке айта алмайды. Біз оны не үшін сұраймыз? Біз оны сұраймыз, мидың әр бөлімі, мынау лобный часть, височный, теменной часть, затылочный часть деп айтамыз ғой, да? Осы мидың әр бөлімі өзінің белгілері бар. Өзінің судорогын шығарады. Ерекше қырысулары болады. Лобный отделда, например, маңдай бөлігінде көбінде бір точкаға қарап тұрып қалуы мүмкін. Біз айтамыз, абсансный деп айтамыз, лобный абсансный түрі болады. Болмаса аралиментарный, жұта бастайды, шайнай бастайды, да, вот какие-то болмаса бір затты алып, орнынан алып, орнына қояды, не істегенін білмейді, киімін бір шешеді, то есть көп жағдайда ұзақ уақыт ала ма, жоқ па? Әртүрлі болады. Негізгі судорогтың көбінде, одан артық, көбінде 2 минутқа дейін созылу керек. Ал егерде одан арғарда созылып баратса, ол әрине ол уже бір ауыр түрі деген сөз. Мынау моторный зона деп айтамыз да. Центральная, предцентральная извилина. Моторный зонаның шақыратын судорогтары бірінші қолынан болмаса аяғынан басталады. Дірілдейді, қол аяқ? Тартылады, болмаса дірілдейді, құрысады. То есть именно моторный зонадағы болған. Сондықтан біз эпилептолог дәрігерлерге бізге өте қажет, олардың бізге дұрыс айта білгені. Демек, телефонымызды алып түсіруіміз керек, осындай жағдай болса. Аспай-саспау керек, науқас судорога болып атыр, оны түсірген дұрыс болады. Жақсы нәтижелеген болу үшін. Ол бізге, біз үшін өте көмек. Бізге дұрыс диагноз қою үшін, дұрыс таблеткаларын дұрыс подбирать ету үшін препараттарын, ол бізге өте қажет. Мынау затылочный формасында, көбінде бұл затылочный формасында да көбінде айтады, көзімнің алды бірден қап-қараңғы болып кетті. Болмаса көзімнің алдында жұлдыздар ұшады, ол да судорог. Ол да, потому что мына жерде затылочный кара болады да, осы затылочный кара қосылған кезде міндетті түрде көздің алдындағы ол жаңа қап-қараңғы болып кеткен тоже, болмаса жаңағы бір жұлдыздардың ұшып жүргені, бір сызықтардың болғаны. Бұл да 2 минуттың ішінде болуы мүмкін. Әртүрлі болады. Жаңа мен сізге айта кеткенім, мынау височный часть дедім да. Височный часть, да, ол височный частьта 70-80% эпилепсияның түрі осы височный частьта болады. Бұның
бұның судырықтарда өте көп Самай болады. тұсында болады. Самай түсіндегі судырықтарда бұның да клиникасы өте көп болады. Оның да клиникасы жаңағы әр извилинадан шығатынға байланысты. То есть жаңа мына жерде айта кеттім ғой мен жаңа. Мына самайдың мынау былай тұрған, міне, мынау самай ғой. Осы самайдың мынау жоғарғы, ортаңғы, болмаса төменгі извилиналары да, мынау қыртыстары. Мынау алдыңғы бөлігі, ортаңғы, мынау арт жағың. Осы әр бөлімнің өзінің шығаратын несі болады, құрсулар болады. Мынау сыртқы жағынан өзінше, біз айтамыз зрительный. Сонда бұл уақытта мидың ішінде қандай процесс болып жатады? Қан тамырлар тартылып қала ма, не болып жатады? Жоқ, қан тамыр тартылмайды. Бұл кезде мұнда эпилептогенный очаг деп айтамыз ғой біз. Сол очагтан патологиялық импульстар шығады. Патологиялық импульстар, олар көп жағдайда артқа да берілуі мүмкін, болмаса көбінде кәдімгідей миды дірілдететін болып тұр ғой? Иә, кәдімгі патологиялық импульстар жан жаққа шашырайды. Сол кезде науқаста құрысулар болады. Бұның импульстардың енді басталған, эпилепсия енді басталған кезінде көбінде бірден көп ата-аналар балдарында жаңағы бір точкаға қарап қалған, болмаса жұтыну бұзылыстар болғанда көп көңіл бөлмейді дағыны, дәрігерге енді бір генерализованный судорога болған кезде бірақ келіп атады. Ол тоже енді көңіл бөлетін, назар салатын дүниелер. Міндетті түрде. Өзі кетер, көз тиді, немесе шаршады дегенді қоямыз, иә? Осында белгілердің барлығы байқалса, дәрігерге айтамыз. Жасырмаймыз, біз ұяламыз ғой көбінесе. Ұялған ауруын жасырған өледі дейді ғой, сондықтан оны ұялып нетудің ол ондай жағдай емес. Бұның уақытысында дер кезінде диагноз қойып, ерте анықталса, ерте диагноз қойылып, ерте ем жүргізілсе, бұл менде асқынбай, жап-жақсы өмір сүре беруге болады. Уақыт келе емделген соң біз дәрілерді не үшін береміз? Біз осы патологиялық импульстарды емдеу үшін береміз. Уақыт келе ол дұрыс диагноз уақытысында қойылса, уақытысында дұрыс дәрісі таңдалып берілсе, дозасы дұрыс болса, ішу уақыты дұрыс болса, онда әрине ол науқастардың уақыты ұзара береді, иә? Емдеуге болады, жазуға болады ол дәрі. Тіпті жазылуға да болады. Әрине. Тамаша, түсінікті. Жазира Жұрқанқызы, жаңа Гаухар Сұлтанқызы айтып жатыр, туа бітті пайда болатын бар. Тіпті ересек болған кезде де эпилепсия пайда болуы мүмкін. Оған әсер ететін факторлар бар ма? Әлде бір аурулардың кесірінен, мысалы 40-тан асқан, 50-ден асқан сапсау жүрген адам бір мезетте эпилепсия талмасымен құлап қалуы мүмкін. Оған не әсер етеді екен? Енді көбінесе жүре пайда болған эпилептикалық судорогілер, тырысулар дейміз, иә, құрысулар көбінесе негізі бұрыннан басталып келе жатқан болып анықталады. Сонымен қатар травмадан кейін. Жол апаттарда, бас ми жарақатымен егерде жаңағы жақсы соққы алған болса, содан кейін. Себебі бас миындағы жаңағы айтып өткен қыртыстарда патологиялық ошақтар пайда болады. Соның әсерінен көбінесе травмаларға байланысты. Сонымен қатар жаңағы үлкен кісілерде жүре пайда болған деп жатырмыз, одан қала бере жаңағы балаларды да деп жатырмыз. Сол мысалы жалпы біздің елімізде әйел адамдар, эпилепсиямен ауыратын әйел адамдар әсіресе бізде жүктілікті жоспарлау міндетті түрде. Жоспарлау жаңағы түрлеріне байланысты деп жатырмыз. Эпилепсиямен ауыратын әйелдер. Ауыратын туу жасындағы әйел азаматтар, солар міндетті түрде, мысалы эпилепсиямен учетта тұрған болса, оны міндетті түрде терапевт дәрігеріне, бізге міндетті түрде айтып, оны жоспарлау барысында үлкен маңызы бар. Себебі, егер ауыр түрімен тұратын болса, жалпы біздің елімізде бұйрық бойынша абсолютті қарама-қайшылық деп айтамыз. Эпилепсиямен ауыратын кісілерде, әйел адамдарда абсолютті қарама-қайшылыққа нетіп қоямыз негізі. Бала көтеруге болмайды. Бала көтеруге болмайды, тууға болмайды деген сияқты. Бірақ енді бізде, білесіз, біздің елімізде оны тыңдап жатқан не жоқ, бірақ дегенмен де невропатолог, эпилептолог дәрігерінің кеңесімен міндетті түрде шешімі, консилиум жасайды. Содан кейін ғана біз рұқсат беріп жатамыз. Енді ол әрине 100%-на біз олай істей алмаймыз. Демек, ауыр асқынған түрінде болмайды дейсіз, иә? Түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Сауалыңыз қандай? Айта қойыңыз. Иә? Алло. Тыңдап отырмыз, тікелей эфирдесіз, иә? Сәлеметсіз ба, Жазира? Сәлеметпіз. Бұл мен өткенде анау
неден Тараздан хабарласқан Марсбекпін ғой. Иә, Менде Марсбек аға. эпилепсия бар еді. Иә. Иә, эпилепсия бар еді ғой. Сол менде жүре пайда болды да. Жүре пайда болды. 2 рет баспен құлап едім ғой. Сосын карбамазепин алдым, бензонал деген дәрілер ішетінем да. Иә. Енді қазір карбамазепин ішіп жатырмын да. Сол эпилепсияның басқа да қандай дәрілер, препараттарды ауыстыруға болады. Сосын тұқым қуалай ма, қуаламай ма, соны сұрайын деп ғой. Көбінесе менікі түнемелік ұстайды да. Кейде білем да, қол аяғым тартылған кезде бірден мұздай суды қолданам да. Денеме шашам да. Соны білейін деп ғой. Сіз ДЦП деген тақырып болған кезде хабарластыңыз, иә? Иә. Сізде ДЦП... Иә. ДЦП бар ғой сізде, жеңіл түрі дедіңіз, иә? Иә. Дәрігерлерге түсінікті болу үшін сұрап жатырмын. Марсбекте ДЦП-ның жеңіл түрі, эпилепсияда арасында осындай ұстамалар болады екен. Не істейді? Не себепті бұл кісіде құрысуы болу себебі, жаңа өзі айтып кетті, қолымның, аяғымның тартылғанын уже сеземін деп. Бұл кісіде кистозно-глиозный изменения бар. Енді ДЦП біз қазір церебральный паралич деп айтамыз ғой. Церебральный паралич ол өздігінен болатын ауру емес қой. Ол да мидың қыртыстарының, мида бір өзгерістер болған жағдайда болатын аурудың бір түрі. Бұл кісіде, миының бір полушариясында, егер қол аяқ құрсатын болса, онда жаңа айтып кеткен теменной отдел деп айтамыз, моторный зона бар. Маңдайында, иә? Төбесінде. Сол жерде бір кистозды, глиозды өзгерістер болуы мүмкін. Мына жерде кистозды глиозный изменение болуы мүмкін, кешіріңіз. Мына жерлерінде болуы мүмкін. Енді оны айту қазір мен МРТ-сын көріп тұрған жоқпын. МРТ бас шығар, үлкен кісі ғой, осы уақытқа шейін МРТ бір рет болса да жасалған болу керек бұл кісіде. Енді жаңа айтып кетті, мен карбамазепин ішіп жатырмын деп. Карбамазепин сіз қандай мезгілмен ішіп жатсыз деп сұрар едім. Дозасы қанша деп. Карбамазепиннің де қазір түрлері бар. Марс, қандай қанша көлемде ішіп жатырсыз, қай уақыт аралығында ішесіз? Карбамазепинді маған невропатолог негізінде кешкі жатар уақытта ішеді да. Кешкі жатар уақытында. Иә. Сіз сол уақытта ішіп жүрсіз ба? Күнде ішесіз ба? Уақытымен ішесіз ба? Иә, түнде бір уақытта ішем. 10:30-да түнгі жатар уақытта ішем да. Бұл эпилепсия менен да жазира. 2000 жылы пайда болды. Алдын жоқ еді менде. Қатты баспен құлаған едім. Жаңағы изменение болған, бұл кісі травма алып, соны спровоцировал просто, соны арғарата, соның ушықтырды да, травманың кесірінен ушықтырды. Және бұл кісіге мен айта кетер едім, сіз қазір карбамазепин ішіп жатсыз да, карбамазепинді сіз күніне бір-ақ рет ішіп жатсыз. Карбамазепин бұл судырыққа қарсы дәрілерді күніне бір рет ішудің керегі жоқ. Бұны өйткені бұның әрбір дәрінің действие пролонгациясы болады. То есть ол есептелуі әр 12 сағат сайынның, то есть қанның құрамында дәрінің концентрациясы постоянно болып отыру керек. Сондықтан әр 12 сағат сайын бұл кісі определенный өзіне берілген дозаны ішіп отыру керек. Ол кісінің салмағына қарап беріледі. Ол электроэнцефалография жасаймыз ғой, ЭЭГ-дағы измененияға қарата беріледі. Демек күніне 2 рет ішу керек. 2 рет ішу керек. Дозасы, қазіргі дозасы бұл кісіде 200-ден болу керек. 200 миллиграмнан таңертең 8, кешкі 8, болмаса таңертең 9, кешкі 9. Күнде бір уақытта ішіп отыру керек. Марсбек, сізге 200 дозамен, 200-бен таңертең 9-да, кешкі 9-да күніне 2 рет ішіңіз деп кеңес беруде. Байланысыңызды үзбеңіз, бізде қазір шағын үзіліс. Сізбен студияда тағы да кеңесімізді жалғастырайық, Марсбекке түсінікті болу үшін. Қымбатты көрермендер, енді эпилепсия талмасы ұстаған кезде, тырысу болған кезде біз науқастарға қалай алғашқы көмекті дұрыс көрсетуіміз керек, қандай қателіктер жібермеуіміз керек, неге назар аударуымыз керек, шағын үзілістен соң айтамыз. Тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Бүгін біз эпилепсия деген аурудың емі, белгілері туралы айтып жатырмыз. Бірінші бөлімде ол ауру неліктен пайда болады және мида қалай өзгерістер болады, яғни
қысқаша айтсақ, мидың бір бөлігінде бір импульстар пайда болған кезде құрысу, тырысу, талма болады екен. Ең маңыздысы бірінші бөлімде айтылған нәрсе әсіресе ата-аналарға, егер де сіздің балаңызда осындай талма, құрысу, тырысу болып жатса, сабырды сақтап, телефоныңызға бірден бейнеге түсіріп алуыңыз керек. Өйткені бұл дәрігерлерге дұрыс диагноз қоюына үлкен көмегін және септігін тигізеді екен. Ал енді осы эпилепсияға қатысты бізге WhatsApp желісіне сұрақ жолдап жатқан көрермендер өте көп. Соның біреуін оқиын. Түркістан облысынан, Шымкент қаласынан болам дейді. 11 айлық балам бар. Микроцефалия диагнозы қойылды. 7 айында судырғы туылғалы бері 2 рет қайталанды. Эпилепсия жоқ деген дәрігеріміз. Бізге массаж болмайды деді. ЛФК тісі шықпады. Қатты тырысып жылайды. Карбоназепин ішеміз күніне 3 рет. Медокалм ішеміз күніне 2 мезгіл. Бас сүйектер шыққан, алдыңғы артыңғы ай сияқты мойнын ұстай алмайды. Енді не істесем болады, қайда апарып көрсетуге болады. Салмағымыз 7,5 килограмм, әлі қоспай тұрмыз дейді. ДЦП-ны 4 айында қойыпты баласына. Бұл бала жайлы айтатын болсақ, микроцефалия деп айтып кетті ғой мамасы. Микроцефалияның өзінің де 2 түрі болады. Туа пайда болған түрі болады, туғаннан кейінгі түрі болады. Енді бұл туа пайда болған түрі болатын болса, мынандай өзгерістер болмас еді. Бұл маманың айтуынша, ананың айтуынша, балада жаңа құрысулар, карбамазепинді бекерден бекер ішпейді, құрысулар бар. Басын әлі дұрыс ұстамайды. Значит, бұл балада туғаннан кейін пайда болды. Туғаннан кейін пайда болды. Туғаннан кейін. Аяғы ауыр кезде ауыр жүрген маманың бойында өзін бір аурулары болуы мүмкін. Сосын туған кезде баланың миы зақымдалып туылған. Мүмкін, иә, мүмкін. Зақымдалып туған жағдайда миына қан кеткен болса, болмаса жаңағы аноксическое поражение деп айтамыз ғой. Бала туған кезде бірден демалмайды да, біраз уақытқа шейін демаламай қалуы мүмкін. Ол аноксическое поражение көбінде баланың миының солып қалуына алып келеді, атрофический процесс. Қазіргі ем домдары дұрыс қой? Қазіргі ем карбамазепин ішіп жатыр екен. Карбамазепин ішіп жатса, значит, балада судырғы, тырысу бар деген сөз. Демек, арғарай невропатологтың қарауында есепте емделіп, үзбей қаралып тұру керек. Міндетті түрде дәрігердің, ол енді бала кішкентай ғой. Сондықтан бала қазір күнде өседі. Өскен сайын баланың, біз айтамыз, бала өсе келе изменение болатын болса, ол декомпенсация беруі мүмкін. То есть бір уақытқа дейін, определенный бір уақытқа дейін баланың миының қызметі дұрыс келеді тағын, любой бір жасында болсын, 1,5 жасында болсын декомпенсация болып, күшейіп кетуі мүмкін, асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дәрігердің бақылауында болу керек. Баланың күтіміне қатысты айтайықшы, ата-аналарға қандай енді күндіз түнді сол баланың бетіне қарап отыратын кейде шама болмай қалады. Сәл бұрылып қалған кезде ұстамасы басталып кетуі мүмкін. Не істей аламыз? Қандай күтім керек балаларға? Жаңағы сұрақ туралы айтсақ, енді бұл мамасы көмек сұрап тұр. Ең бастысы тек қана невропатологтың қарауы керек емес, тағы да педиатрдың міндетті түрде қарауы керек. Педиатр ең бастысы балада ешқандай жетіспеушіліктер болмау керек. Анемиясын тексеру керек, витамин D-нің қандай көлемі бар екен балада, оның бәрін тексеріп. Егер балада анемиясы болса, онда бала салмағын дұрыс қоспайды. Сондықтан осы анализдерге де мән беру керек. Келесі массаж істеуге болмайды дейді мамасы. Бірақ мамасы өзі де істей алады. Жай тек қана уқалап, ары-бері баланы аунап, ондай упражнение жасауға болады. Келесі мамасы міндетті түрде кітап оқып, неше түрлі ертегілерді айтып, осылай да дамуға болады баланы. Бұл да әсер етеді, ол да үлкен әсер етеді. Тілі шыққан жоқ түсінбейді деп ойлаймыз ғой. Келесі бізде қазір гидромассаж деген бар, гидромассажный коврик деген бар. Осындай ковриктерді баланы жатқызуға болады. Келесі бұл өз ваннайды толтырып, ванныға упражнение, кәдімгі жай ғана упражнение, кішкене ары-бері ванныға, судың ішінде ары-бері жүргізіп баланы. Бұл міндетті түрде күнде серуендеу керек, таза ауаны жұтқызып балаға. Осы упражненияларды мамасы үйде ғана істей алады. Рахмет. Сонымен қатар бала кішкентай, әлі емізетін бала шығар. Сондықтан өзі де, былайша айтқанда, салауатты өмір салтын сүру керек, дұрыс тамақтану керек. Өзі де анемиясын тексеру керек. Өзі де витаминдерін ішіп, дұрыс тамақтанумен қатар барлығын сақтап жүру керек. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Аты жөніңіз? Иә?
Қандай сауалыңыз бар? Саламатсыз ба? Бізді теледидардың менің дауысын басып телефонмен тыңдайсыз, иә? Аха, менің аты-жөнім Алма, менің қызым 8 айынан бастап эпилепсия пайда болды бізде. Содан больницаға апарып қарап, симптоматический эпилепсия деп қойып берді диагноз. Содан кейін бізде күніне 4 рет, 5 рет жаңағыдай судорог болады. Судорог болған кезде баланың көзі закатывать етеді, жаңағы қол аяғы бүйтіп құрысып, содан кейін бір 40 секунд па сондай ғана. Одан кейін бала 1-2 сағат ұйықтап қалады. Енді бізге балаға сразу кепра деген дәріні бересіңдер деді. Сол кепраны ішіп 1 жылдай ма іштік, 1,5 жылдай. Қазір бала 3 жарымда, развитиясы бәрі жақсы. Содан мен дәріні тоқтатып көрейін деп өзім тоқтаттым. 1 ай күттім, ешқандай судорог болған жоқ. 2 ай, 3 ай сонымен міне бала 1,5 жыл болды. Ешқандай кепра ешнеге ішпейміз, бірақ учетта тұрмыз невропатологта. Қазір мен сұрайын дегенім, мен сол дәріні берген дұрыс па, или тоқтатайын ба, балада бірақ ешқандай судорог жоқ. Бала өзі туалетке барады, тамақ өзі ішеді, салмағы бәрі жақсы, развитиясы бәрі жақсы баланың. Дәріні анасы өз бетінше тоқтатты. Бұл дұрыс па жоқ па? Ең бірінші соған. Бірінші өз бетіңізше тоқтатудың керек жоқ еді. Сізге міндетті түрде барып электроэнцефалография тексерілуін жасатуыңыз керек еді. Көп жағдайда енді сіздің айтқан жаңағы баладағы болған судорогке қарағанда бала судорогтан кейін, құрысудан кейін 2 сағатқа шейін ұйықтап қалады дедіңіз. Ол балада, действительно балада судорога болған симптоматический эпилепсия деп сіздерге дұрыс диагноз қойылған, дұрыс дәріні подбирать етілген. То есть кепра противосудорожный бұл жақсы дәрі, оны дұрыс сізге дұрыс берілген. Енді сіз 1,5 жыл судорога тоқтағаннан кейін өздігіңізден тоқтатудың керегі жоқ еді. Сізге барып, дәрігеріңізден барып, басын түсіріп, көзді әбден жеткізіп, біз судорог тоқтағаннан кейін міндетті түрде 2 жылдың ішінде судорога жоқ, электроэнцефалографияны әр 6 ай сайын жасап отырамыз. Әр 6 ай сайын жасаған электроэнцефалография 1 жылдың ішінде сіз эйгі таза болып, 2-ші жыл тағы да тексергенде эйгі таза болса, клинический 3 жыл, электроэнцефалографический 2 жылдың ішінде біз дәріні алып тастай аламыз. Өз бетінше алуға болмайды. Өз бетінше алуға болмайды. Енді қазір сіз бермей ақ қойыңыз. Сіз уже 1,5 жыл бермедіңіз, 1,5 жыл судорог жоқ деп тұрсыз. Қазір енді бермей ақ қойыңыз. Ал егерде судорога қайталап атса, болмаса бір признактары болып атса, белгілері, міндетті түрде невропатологқа барып, басын қайтадан түсіріңіз. Басын ол кезде уже электроэнцефалография и МРТ жасату керек болады. Алма, түсінікті болды ғой сізге? Осылай, сізге дәрігі түсірген кезде бізге басында жаңағыдай острый волны бар деп айтқан. Кейін дәрін тоқтатқаннан кейін мен өзім үшін осы бір март айында барып түсірген кезінде бұрынғыдай емес, бар бірақ острый волны деді. Бірақ бұрынғыдай емес, улучшение бар деді. Ал оның алдында дәрі ішіп жүрген кезімде без изменений қалай тұр, солай тұр деп айтты. Қалай дәріні тоқтаттым, мен осы жақында март айында барған кезімде улучшение бар деді, бірақ та әлі күнге шейін острый волны бар деді. Біз басында түсірдік. 6 ай өтті ма, наурыздан бері? Тағы да баруына болады? Бару керек міндетті түрде. Алма, енді дәрігерді тыңдайық. Алма, енді сіз 6 айдан кейін тағы да 1 рет түсіріңіз. 6 ай толған сияқты. 6 ай толды ғой енді. Қазір енді тағы да 1 рет түсіргеніңіз жөн болады. Енді бала өсіп атыр ғой. Біз бала өсіп атыр, растущий мозг. Сіз енді балаға бұндай судорога, анамнезіне судорога болған балдарға көп көңіл бөліп, соны қайталап қалмас үшін жаңағы простудный заболевание деп айтамыз, салқындап қалмас үшін, температурасы көтеріліп, ауырып қалмау керек, травмалар болмау керек. Осындай жағдайлардан енді кішкене сақ болғаныңыз дұрыс болады. Но барып 1 рет электроэнцефалография жасату керек. Алмас, сізге түсінікті болды ғой? Жақсы. Қайталаған күтудің керегі жоқ. Тағы да бір WhatsApp сұраққа назар салсақ, менің балам 4 жаста әлі сөйлемейді. Барлық тексерістерден өтіп жатырмыз. Невропатолог диагнозы қойған задержка психоречевого развития, расстройства аутического спектра поведения дейді. Біз басын ЭЭГ-ға түсірдік, одан эпиактивность 90 деп шықты.
бізге МРТ түсіру керек деді. Бала осы эпиактивность шығып тұр, содан сөйлемей тұр деп айтты. Эпилептологқа консультацияға жіберді, бардық, қағазын жібердім. Бізге судорога болады ма деп, болған жоқ бұған дейін. Енді дәрілер берді, оны ішу керек па білмей тұрмын дейді. Біз бұл науқастың қағаздары осы ғой, иә? Анализі бар, сізге жібердік. Эпиактивность жалпы жазыла ма бала? Сол туралы білейін деп едім дейді біздің көрерменіміз. Иә, бұл мен мынаны жаңа оқып шықтым. Менің түсінгенім бойынша бұл бала 2 жасқа шейін дұрыс дамып келген бала екен. 2 жасында балада жаңағы приобретенный навыкта, жоғалтқан, сөйлеуі бәрі тоқтап қалған. То есть афазия, сенсорный афазия болған балада. То есть балада дамуының тоқтауы болған. Енді оған не себеп болады? Мына мидың бір бөлшектері жұмысын тоқтата ма, жоқ? Жоқ, бұл сондай бір аурудың түрі. Бұл біз айтамыз, жаңағы айтып кеттім ғой, генетический аурулар деп айттым да. Бұны синдром Ландау-Клефнер деп айтамыз. Синдром Ландау-Клефнера вообще бұны 57-ші жылы невролог Ландау, логопед Клефнер екеуінің қойған қосып тапқан дүниесі. Себебі, неге логопед пен невролог? Себебі сөйлеп дамып келетқан бала. Неге күрт тоқтап қалды? Күрт тоқтап қалды, иә. Сондықтан мида жаңағы эпиактивность өзі де жаңа жазды ғой 90% деп. Яғни мида толық мидың импульстары патологический болып көрінеді электроэнцефалографияда. Ол жағдайда дұрыс дәріні берген противосудорожный, мамасы ол противосудорожный дәріні ішу керек. Тоқтатпау керек. Оны ішпеген жағдайда ол баланың арғарата дамуы өте қиын болады. Түсінікті. Дәріден қашпаймыз, әсіресе эпилепсия кезінде өзі қойды, басылды деп, өз бетімізден дәріні беруді тоқтатпаймыз. Үнемі дәрігер бақылауында боламыз. Келесі бөлімде біз науқастарға қалай тамақтарды береміз, эпилепсиямен ауыратын, қандайдан бас тартамыз және алғашқы көмекті қалай көрсетеміз, барлығын айтып түсіндіреміз. Бізде шағын ғана үзіліс. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер одан ары қарай өзінің жұмысын жалғастырады. Эпилепсия деген аурудың белгілерін және бізге хабарласқан көрермендердің сұрағына жауап беруді жалғастырып, қазір эфирге қосайық. Сәлеметсіз, сізді тыңдап тұрмыз, аты жөніңіз? Айта қойыңыз сауалыңызды. Саламатсыз ба? Сәлеметпіз. Айта берейін ба? Иә, эфирдесіз. Мен саламатсыздар ма? Мен есімім Мамай Жаслан. Иә. Жаңағы балам 1 жастан енді асып атқан кезде бір күнде 3-4 рет эпилепсия ұстаған. Содан кейін дәрігерге көріндік. Соны қазір дәрі ішіп жатыр. Гепакин деген дәрі, сироп. 6 жыл болды, 6 ай келді ғой биыл. Соны әлі ішіп келе жатыр. Енді осы дәріні өмір бақи бере береміз бе, әлде жазылады ма? Сосын тағы бір айтатын. 3 жасқа дейін беріп келатқан дозда қалып қойғанбыз, осы кеше 6 жасқа дейін 150 миллиграммнан беріп жүргенбіз. Аздап беріп қойыппыз. Сосын биыл дәрігер айтты, сен дозаны көтеруің керексің деп. Салмағы осы кезде 20 килограмм. Азанда 300, кешкісін 300 беріп тұрмыз дәріні. Осы дұрыс па деп сұрағыңыз келіп тұр ғой, иә? Осы дұрыс па, иә. Оны беріп атқан дәріміз дұрыс па? Сосын жазыла ма бұл аурудан бала? Жаслан, байланыста болыңыз. Сұрағыңызға рахмет, Жаслан. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, баланың судорога болмағанына қазір 6 жыл болды. 6-ға келдік, судорога болған жоқ деп тұрсыз да. Судорога болмаса, 6 жылдан бері судорога болмаса, электроэнцефалография таза болатын болса, онда не себептен ішіп атсыздар? Онда оны тоқтату керек қой. Сондықтан мен айтар едім, кеңес берер едім сізге. Басын тағы да электроэнцефалография жасатып, тексертіңіздер жақсылап, ночнойын жасатыңыздар. То есть длительный деп айтамыз біз, ночнойын жасатыңыздар, баланы шашатып апарып, егер сол ночнойында таза болатын болса, баланың судорога жоқ, қазір МРТ-сы таза болатын болса, структурный органический изменение болмаған жағдайда, баланың дамуында қазір ешқандай жалып болмаса, дамуы дұрыс болатын болса, онда дәріні төмендетіп
кетіп, бір уақытта, бір зеленый уақыттың ішінде ол дәріні алып тастау керек. Енді сіз ол дәріні өмір бойы бермейсіз ғой. Судорога болмаған жағдайда ол дәріні алу керек міндетті түрде. Тем более ол депокин. Длительный прием депокина обычно своего рода тоже өсіп жатқан балаға өзінің әсерін береді ол да. Сондықтан сіз міндетті түрде балаңызды дәрігерге апарып тағы да бір рет тексертіңіз. Сосын жаңа айтып отырсыз, салмағына міндетті түрде дәріні, противосудорожный дәрілерді балдарға бергенде салмағына есептеп беріледі. Егер де салмағына есептеп берілмеген жағдайда, ол біз өзіміз искусственно фармакорезистентность шақырып аламыз. То есть сол судорогқа қарсы дәріге біз тұрақтылық шақырамыз сол науқастың бойында. Ондай жағдайға жол бермеу керек. Міндетті түрде оны есептеп отыру керек. Сізге алдымен дәрігерге барып, балаңыздың жаңағы түнгі дедіңіз, ЭГ дедіңіз, электроэнцефалография деп айтамыз. Соған түсіресіз, сосын дәрігердің қабылдауына қайта барасыз. Егер де бәрі жақсы болса, онда дәріні үзуге тура келеді. Дәріні бірден алып тастамайсыз. Біртіндеп сізге дәрігердің өзі айтады, қанша уақытта қаншадан төмендетесіз, қанша уақытта төмендетіп жатқан уақытта тағы да басын түсіресіз. Бұл противосудорожный дәріні бірден алып тастауға болмайды. Міндетті түрде дәрігердің бақылауыменен, дәрігердің өзінің төмендетуіменен ғана жүргізіп төмендетіп алып тастауға болады. Нұржамал Талғатқызы, 6 жасар балаға 20 килограмм салмақ қалыпты ма? Қалыпты, иә? Жақсы. Жасұлан, сізге барлығы түсінікті болды ма? Мен дұрыстап түсіндіріп айтайыншы, балам дұрыстап түсіндіріп айта алмай жатыр жаным. Оны арасында 2 жыл, 3 жыл дозасын аз беріп қойған ғой. Жоқ, енді сізге қайтадан дәрігерге барып түсіру керек деді. Осы апрельде түсіндік, 7-8 ай бұрын түсірдік Астанаға барып. Не деді? Басында бар деді, сол бұрынғыдай, дәл бұрынғыдай өткен, осы уақытқа дейін 3 жыл бойы дозаны 2 есе аз берген. Сіздер неге дәрігерге сонда 3 жыл бармадыңыздар ма? Неге дозасын аз бердіңіздер? Барып жатыр ғой, барып жатыр, бер деген, бірақ біреу айтқан, ол дәріні бере берсеңіз иә, ол дәрінің мүмкіндік болса, дозасын көтермей бер деген біреу, соның айтқанына бола. Біреуге сенбейміз. Айтып жүрсе де, айтыңызшы. Біреуге 135-тен 2 рет қана берген күніге. Әрине ол өте төмен. Ондай жағдайда мен жаңа айтып кеттім ғой. Ондай жағдайда біз дәріге тұрақтылық дамиды. Сол баланың бойында. Сол ғой менің де айтып жатқаным сол. Жаным, мен сенен тағы бір сұрақ сұрайын деп едім. Осы баланы қызылшаға қарсы егу керек дейді, соны эпилептологтан сұра деп еді. Енді салуға бола ма, болмай ма? Енді сұрағыңызға жауап беретін болсам, егер электроэнцефалография жаңа жасадым деп отырсыз, егер электроэнцефалографияңызда эпилептиформная активность высокий болып, жақсы болмаған жағдайда, онда прививка жасатуға болмайды, кішкене күте тұру керек. Енді сіз қазір ғана дозасын көтердіңіз. Дозасын көтерген соң, бір жарты жылдың көлемінде, бір 7-8 айдың көлемінде ол дұрысталу керек. Дұрысталған соң салдырсаңыз болады, бірақ қазір асықпаңыз. Тағы да көрермендерге ескертейікші, біреу айтты, дозасын көбейту керек деп айтты. Дозасын азайту керек. Әр адамның өзінің ауруына байланысты беріледі. Дәрігерден сосын байланысты үзбеуіміз керек. Бұл эпилепсия деген, бұл өкпенің қабынуы емес. Болмаса жаңағы бауырдың бір аурулары емес, бұл өте сондай созылмалы, өте сондай ауыр түрі аурудың. Сондықтан енді мидың созылмалы ауру болғандықтан бұны емдеуде оңай емес. Сондықтан сіздер өздіктеріңізбенен ешқашан емге жүгінбеулеріңіз керек. Анау былау айтты, мынау былай айтты деп басқа емдерге жүгінуге болмайды. Дәрігер не айтады, сол дәрігердің айтқанын істеулеріңіз керек. Ол міндетті түрде солай болу керек. Жақсы. Енді осы эпилепсиямен ауыратын науқастар үнемі жақсы күтімде, жақсы өзінің уақытында дәрісін қабылдап жүруіміз керек деп айтып жатырмыз. Реабилитациялық орталықтар да бар, арнайы ата-аналарға көмектесетін, нұсқаулығын көрсететін, осындай науқаспен ауыратын балаларға, ересектерге ем-дом жасайтын. Ендеше экранға назар салайық. Егер сіз бармаған болсаңыз, көріңіз, ақпарат алыңыз, және сұрауға болады, қайда барсам, қалай барсам, иә? Эпилепсия кішкентай балалардың психикалық дамуына көп кедергі келтіреді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша әлемдегі 33 миллион балаға
құрысу диагнозы қойылған. Егер ауруды ерте жастан анықтап медициналық есепке тұрса, жергілікті емханадан дәрі-дәрмек, оңалту орталықтарында тегін ем алуға мүмкіндік бар. Қазіргі уақытта біздің Қазақстанда әрбір облыс орталығында оңалту орталықтары ашылып жатыр. Эпилепсияның түрлеріне байланысты, мысалға нейроинфекция, басы ми инфекциясынан кейінгі балада эпилепсия болуы мүмкін. Церебралды салдану балаларда эпилепсия болуы мүмкін. Ол балалардың бәрі де тегін жылына 1 рет ем қабылдай алады ата-аналармен бірге. Ол үшін 6 ай балада ұстама приступ болмау керек. Оңалту орталықтарының науқас денсаулығын қалпына келтіруде атқаратын рөлі зор. Ол науқастың күнделікті өмірге оралуына көп септігін тигізеді. Медициналық тұрғыдан басқа біздің білім беру саласында да бұл балаларға көмек көрсететін орталықтар көп. Психологиялық, педагогикалық комиссиялар болады. Сол жерден сараптамадан өтіп, комиссия 3 айға дейін өзінің тұрғылықты жерінде балаларды сол орталықтарға жібереді. Қазақстанда 94 мың бала мүгедектігі бойынша тіркеуде тұр. Олардың барлығы жоғары кәсіби, заманауи және қолжетімді медициналық көмекке зәру. Бүгінгі күні мұндай балаларды қолдау мақсатында Қазақстанда 200-ге жуық оңалту орталықтар жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін қамқорлық оңалту орталықтарының тағы 10 нысаны пайдалануға беріледі. Осылайша ерекше қажеттілігі бар науқастардың санын азайтуға мүмкіндік артпақ. Реабилитациялық орталық туралы ақпаратқа қанық болдық. Енді эпилепсиямен ауыратын науқастарға тырысу, құрысу болған кезде үй жағдайында алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Сіз айттыңыз, паникаға берілмейміз дедіңіз, оны біз қазір жедел жәрдем айдарында көрсетейік, көрермендер мүмкін болса жазып алуына да болады. Әрине, міндетті түрде оны көріп жазып алу керек. Тырысу болған жағдайда қазір көп жағдайда келіп атады, ата-аналары болмаса қасындағы адамдары менің қолымды тістеп алдық, тілін жұтып алама деп қолымды салып едім деп, болмаса науқастардың өзі айтып атады, тістерім түсіп қалды, аузына қасық болмаса бір қатты заттарды салып атады. Ешқашан ауызға ештеңке салуға болмайды. Қасық болсын, саусақ болсын, олай салуға болмайды. Тілін шайнап қояды, тұншығып қалады деп ойлайды ол көрермендер. Тырысу болған жағдайда науқасты былай бір қырына жатқызу керек болды. Бір қырына жатқызу керек. То есть мына басы бір қырменен былай жату керек. Үйде болған жағдайда басының астына кішкене жастық қоюға болады. Басын жаңа травмировать етіп алмау керек қой. Өйткені тырысу болған кезде тек денесі ғана қимылдамайды, басы да қимылдап атады. Бір жанына жатқызып басына. Ал көшеде болған жағдайда, көбінде енді көшеде де болып атады ғой. Ондай жағдайда жаңағы сырт киімін шешіп, болмаса өзіңіздің үстіңіздегі киімді шешіп астына қоясыз, міндетті түрде барлық, самое главное, басын ұрып алмау керек. Басына зақым келмеу керек. Басына зақым келмеу керек, осылай ұстап тұру керек. Жанында жатқан кезде ол тілі ар жағына кетіп қалмайды. Және аузындағы мынау тырысу болған уақытта мынау жұтқыншақтың спазм болады ғой, тырысады ол жерлерде. Ол да мышечный бұлшық еттен тұрады ғой. Олардың бәрі тырысады. Сол кезде түкірік жиналады ауызда. Біз слюноотделение айтамыз. Сол түкірік ар жағына кетіп қалып, оны шашалмас үшін, тұншықпас үшін, мынау жанына жатқызсаң, ол өзі ағып, тілі өзінің аузының ішінде тұрады. Түсінікті. Демек, қасық салмаймыз, қатты зат салмаймыз. Қатты зат салып, қол салып, олай болуға болмайды. Жақсы, енді эпилепсиямен ауыратын науқастарға не жеуге болады, не жеуге болмайды деген сұраққа біз пайдалы кеңес айдарында жауап береміз. Мына қызыл лентамен байланған неге картинка себетке болмайтындарды, ал жасылға болатындарды салайық. Енді жаңа мен тез айта кететін болсам, біз айттық жаңа эпилепсияның бірнеше түрі емі болады дедік та. Бірінші медикаментозный препаратпен емдейміз. Препаратпен 2 жылдың көлемінде 4 препаратты қолданған жағдайда көмек болмаса, ондай жағдайда біз кетогенный диета деп айтамыз. Кетогенный диета болған жағдайда, ол кетогенный диетаның 70-80% майдан болады. Қайсысы болады, қайсысын болмайды? Салайықшы, мен сізге көмектесейін. Болмайтынға салатын болсақ, күріш болмайды, қант болмайды. Қант болмайды, гречканы болмайды, мед болмайды, ұн болмайды,
мынау банан болмайды, да? Банан болмайды. Иә. Аха. Вот. Ал жаңа кетогенный диетамызда біздің мына картошка Картопты да болмайды. болмайды, Бұл иә? болмайды, бұл крахмал, углевод. Кетогенный диетамызда айтып кететін болсақ, онда бірінші 70-80% майдан тұратын болғандықтан майлы етіміз болады. Мынау Мына дүниенің барлығы болады. Болады, мынаның Түсінікті. барлығы болады. Инстаграм желісіне тағы да қосымша суретке түсіріп жүктейтін боламыз. Бізде уақыт шектеулі. Теледәрігер сіздің жеке дәрігеріңіз екенін естен шығармаңыз. Эпилепсияға үнемі уақыт және қадағалау мен ем қажет екенін ұмытпаңыздар. Егер де осындай аурумен ауыратын науқастарыңыз болса, иә, үйдің ішінде. Аман болыңыздар, денсаулықты күтейік, ауырмайық.